Сәлем балалар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 59-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы 2 жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші есеп А нұсқасы. А және Б жиындарының элементтерін олардың бірігуі нәтижесінде шыққан жиынның элементтерімен салыстыр. Ең алдымен жеке-жеке жиындардағы элементтердің санын анықтайық. А жиынында бізде 4 элемент бар, Б жиынында бізде 3 элемент бар. Енді екеуінің бірігуі нәтижесінде элементтер саны бізде 6 болып тұр. Неге 6? Себебі А және Б жиындарында бірдей жасыл түсті шаршы элемент бар. Сол себепті олардың біреуі ғана жазылады бірігуінде. Енді бұларды салыстырамыз. А жиында 4 элемент, Б жиында 3 элемент, яғни 4 үлкен 3 элементтен болады. Енді бірігуі нәтижесіндегі элементтермен салыстырамыз. 4 элементті 6-мен салыстырамыз, 4 кіші 6-дан болады, және Б жиынындағы 3 элементті 6-мен салыстырамыз. 3 кіші 6 элементтен болады. Ә нұсқасы. С және Е жиындары элементтерінің санын олардың қиылысуы нәтижесінде шыққан жиынның элементтер санымен салыстыр. Не байқадың? С жиынында бізде 4 элемент бар, Е жиынында 5 элемент бар. Енді екі жиынның қиылысуындағы элементтер саны бізде 2 элемент. Енді бұл элементтерді салыстырамыз. Бірінші С және Е жиындарын салыстырамыз. 4 кіші 5 элементтен болады. Енді қиылысу нәтижесіндегі элементтермен салыстырамыз. Бізде С жиынында 4 элемент, 2 элементпен салыстырамыз, үлкен болады. Е жиынында 5 элемент, үлкен 2 элементтен болады. Екінші есеп Е және К жиындарының бірігуі мен қиылысуының нәтижесінде шыққан жиындардың элементтерін жаз. Е жиынында 23-тен артық, 28-ден кем сандар жиыны. К жиынында 24-тен артық, 29-дан кем сандар жиыны. Ең алдымен балалар әрбір жиынның элементтерін жазып шығайық. Е жиынында 24, 25, 26, 27. К жиынында 25, 26, 27, 28 элементтері бар. Е және К жиындарының бірігуінде 24, 25, 26, 27, 28 элементтері кіреді. Е мен К жиынның қиылысуына 25, 26, 27 сандары жатады. Үшінші есеп. Менің достарым Қазақстанның көрікті жерлерінде болғандарын айтты. Олардың бірнешеуі Марқакөл көлінде болса, енді бірі Қайынды көлін тамашалаған. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар ойлап тап, оларға жауап бер. Бірінші бізде Марқакөл көліне кімдер барды? Айжан, Бейбіт, Серік, Ермек, Әли, Баян. Қайынды көліне кімдер барды? Жансая, Мәдина, Әділет, Әли, Баян. Енді тағы да екі көлге де кімдер барды деп қойсаңдар болады. Олар Әли, Баян. Төртінші есеп амалдарды орында. 3 тәулік азайту шақшаның ішінде 48 сағат, азайту 24 сағат. Ең бірінші тәулікті сағатқа айналдырып аламыз. Бізде 72 сағат болады. Азайту 48-ден 24 азайтқанда 24 сағат болады. 72-ден 24 сағат азайтқанда 48 сағат. Бұны біз 2 тәулік деп жазсақ та болады. Келесі 20 сағат қосу шақшаның ішінде 18 сағат, азайту 5 сағат. Шақшаның ішін орындап аламыз. Бізде 13 сағат шығады. Оған 20 сағатты қосамыз, сонда 33 сағат болады. Бесінші есеп. Орманды алқапта 57 емен және 42 қайың ағаштары өсіп тұр. Қайың емен ағашынан қаншаға кем? Осы есепті құрама есепке айналдыр және оны шығар. Ең бірінші қысқаша шартын құрып аламыз. Бізде емен 57, қайың 42. Енді бұл жерде қаншаға кем екенін табу керек біз. Шешуі ол үшін әрине 57-ден 42-ні азайтамыз. Бізде 15 шығады. Жауабы қайың еменнен 15-ке кем. Енді құрама есепке есеп құрастырамыз. Емен бізде 57 болады, қайын бізде белгісіз, бірақ 15-ке кем. Барлығы қанша ағаш? Жауабы ең алдымен қайынды тауып аламыз. Ол үшін 57-ден 15-ті азайтамыз. Бізде 42 шығады. 42-ге еменді қосамыз 57-ні, сонда 99 болады. Жауабы орманда барлығы 99 ағаш өсіп тұр. Алтыншы есеп.
А жиынында бізде 5-тен артық бір таңбалы сандар жиыны. Б бізде 7-ден артық бір таңбалы сандар және 10-нан артық бірақ 50-ден кем толық ондық сандар жиыны. Осы жиындардың бірігуі және қиылысуы нәтижесінде шыққан жиындардың элементтерін жаз. Бізде бірінші А жиынын жазамыз. 5-тен артық бір таңбалы сандар дейді. 6, 7, 8, 9 болады. Б жиында 7-ден артық, 10-нан артық, бірақ 50-ден кем толық ондық сандар дейді. Олар 8, 9, 20, 30, 40 болады. А және Б жиындарының бірігуінің элементтері А 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40 сандары болады. А және Б жиындарының қиылысуында 8 және 9 сандары болады. Ойлан тап. 7-ші есеп. Үшбұрыш қандай фигуралардың қиылысуы болып табылады? Үшбұрыш түзу сызық пен сынық сызықтың қиылысуы болып табылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Есептер түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып, досыңа жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.